Э, Такой замечательный праздник, весенний праздник, это ваш праздник, дорогие женщины. Поэтому я с большой радостью поздравляю вас, желаю вам всего самого хорошего, доброго. Пусть в ваших семьях, ваших близких будут здоровы, вы будете всегда счастливы. Я рад, что у меня есть такая возможность поздравить вас, пожелать вам благополучия и счастья. Құрметті, сүйікті академияның арулары, сіздерді, баршаларыңызды келе жатқан арулардың күніменен, орысша айтқанда международный дейді ғой, мен арулар деймін, қазақша айтайын. Сіздердің баршаларыңыз сол арулардың күнімен құттықтаймын. Дүниежүзілік арулар күнімен сіздерді құттықтаймын, шын жүректен. Әр факультеттің ұстаздарынан, профессорлерінің атынан сіздердің бәріңіздерді, қыздарды да, үлкен келіншектерді де бәрін осы күнімен құттықтаймын. Дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Қай уақытта болса да осы сұлулықты еш уақытта жоғалтпаңдар. Сұлу болыңдар, өмір бақи. Дендерің сау болсын. Отбасыларыңа амандық тілеймін, отбасыларыңда күліп ойнап жүре беріңдер. Құрбыларың аман болсын, қыздар, келіншектер, студенттер, бәріңе үлкен денсаушылық, зор байлық, соны тілеймін. Көп рахмет. Құрметті аналар, қыз келіншектер, елімізді айтсақ та, жерімізді айтсақ та, бәрін анамен теңестіреміз, анаға балаймыз. Сондықтан осы біздің қазағымыздың жоғалып кетпегенінде осы сендердің арқаларында, аналардың арқасында. Сондықтан сендерсіз ер жігіттерге күн жоқ. Ер жігіттердің сүйенетінде өздерің, достары да өздерің. Сондықтан сендер аман болсаңдар, еліміз де аман, жеріміз де аман, біз де аман боламыз. Көп жасаңдар. Құрметті ұлттық академияның қыз келіншектері, сіздерді жыл сайын көктемде ала келетін, жылуда ала келетін, содан кейін жалпы гүлдеуді ала келетін, жыл басына ала келетін ұлы мерекелеріңізбен құттықтаймыз күллі жігіт қауымның атынан. Көктем мерекесін ала келетін қыздардың, келіншектердің 8-ші Наурыз мерекесі шынында да осы Наурыздан басталатын жаңа жылдың алдында мынау бәрімізге ортақ бір ғажайып мезгілді ала келеді. Өйткені жалпы қыз келіншектердің жер бетіндегі миссиясы бақыт әкелу, жылу әкелу, үйлесімділік әкелу, сұлулық әкелу, жарасымдылық әкелу болып табылады ғой. Ендеше сіздердің осы ғажайып мерекелеріңіз құтты болсын, өздеріңіз ылғи да жадырап жүргейсіздер. Сіздер жадырап жүрсеңіздер, біздер де жадырап жүреміз. Құтты болсын мереке. Очень часто земных женщин сравнивают с богинями. Вы помните ту историю, когда земной парень Парис выбирал между Афродитой и Афиной, между двумя богинями, и сделал свой выбор. На мой взгляд, выбор он сделал самый правильный. Он выбрал земную женщину, девушку по имени Елена. Ну, там дальше история, она уже не так интересна. Я о другом. Я о том, что еще более 3000 лет назад земной человек сделал правильный выбор. Он поставил и сделал своей богиней земную женщину. Женщину, которая рожает нам детей, женщина, которая воспитывает детей, женщина, которая останавливает войны, женщина, которая украшает нашу жизнь, женщина, которая толкает мужчин на подвиги, женщина, которая создает мощнейший тыл для мужчин. Вот это настоящая богиня. И совсем не те заносчивые, эгоистичные особы, которые живут на небе или на Олимпе. Нет. Обыкновенная земная женщина. Она и есть богиня. Так что с праздником вас, наши дорогие богини. Уважаемые коллеги, дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, моря улыбок, благополучия и мирного неба над головой. С наилучшими пожеланиями. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әйел бізге мәңгі көптік етпейді депті. Олай болса, құрметті әйелдер қауымы, ардақты аналар, құрметті қарындастар, барша әріптестер, сіздерді келе жатқан халықаралық 8 наурыз көктемнің алғашқы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті әйелдер, құрметті қыздар, сіздер еркектер өміріне мән беріп, сән беріп, әрқашан гүлдей құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті біздің сұлда сымбатты, ақылды да көркем, нәзік жандар, апаларымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз, сіздерді мынау көктем мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлық кезде осы көктемнің гүліндей құлпырып, денсаулықтарыңыз мықты болып, өздеріңіздің армандаған ойларыңызға, жетістіктеріңізге жете берулеріңізге тілектеспін. Академиямыздың ұстаздарына шығармашылық табыс тілеймін. Студент қыздарымызға оқуда озат болуларыңызға тілектеспін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Тағы да құтты болсын, береке. Ардақты аналар, аяулы арулар, сұлу да сүйкімді нәзік жандар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор денсаулық, мөлдір махаббат, өнерлеріңізге творчестволық табыс тілеймін. Бақытты болыңыздар. Құрметті аналар, әпкелер, қарындастар, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, әр күндеріңіз қуаныш пен шаттыққа толы болсын деген тілек айтқым келеді. Құрметті ханымдар, сіздерді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Сіздерге Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кино тарихы мен теориясы кафедрасы атынан тек жақсылық тілейміз. Әрдайымда көңілдеріңіз көтеріңкі болып, жандарыңыз жайдарлы болып, күліп, гүлдеп, арамызда жүре беріңіздер. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Және бұл өнер академиясы болғандықтан мен бір мынандай тілек айтқым келіп тұр. Меніңше жалпы қыз болу, жалпы әйел болу ең үлкен өнер деп. Сондықтан басшыларыңыздың өнерлеріңіз ұштала берсін. Рахмет. Дорогие женщины, от лица факультета хореографии Казахской национальной академии искусств имени Жургенова мы поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам счастья, успехов. И я думаю, что для всех нас, для мужчин, вы всегда являетесь как цветы, вы украшаете нашу жизнь и делаете ее интереснее, ярче, насыщенной положительными эмоциями, нежностью и любовью. Поздравляю вас с 8 марта.